Құрметті оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 2 сыныптың математикасының 66-шы сабағын сіздерге көрсетпекпін. Бұл каналда барлық сыныптардың математикасы бойынша сабақтар түсіндіріліп, есептердің шығарылуы көрсетілетін болады. Сол себепті жаңадан қосылғандарыңыз міндетті түрде тіркеліп, подписка жасаңыздар. Бүгінгі сабағымыз геометриялық фигуралардың жіктелуі деп аталынады. Енді бұдағы тапсырмаларды талдайтын болсақ, бірінші есепте геометриялық фигуралардың жиыны беріліп тұр екен. Бұл жиында неше элемент бар? Оларды ата дейді. Оның элементтерін жиындарға бөл. Шыққан әр жиынды ата және әріппен белгіле. Осы жиындардың элементтерін жаз деген тапсырма берілген екен. Енді осы тапсырмаларды жеке-жеке орындайтын болсақ, жаңағы барлығын санап шықсаңыздар, 21 элемент бар екен. Оның ішінде нүкте, түзу, кесінді, сәуле, бұрыш, тік төртбұрыш, текше, конус, үшбұрыш, цилиндр, шаршы, бесбұрыш, қисық сызық, дөңгелек, көпбұрыш, сынық, пирамида бар екен. Мысалы, кейбіреулері нүктеден үшеуі бар деген секілді. Соның барлығын санағанда жиыны 21 элемент болды. Енді міне мына ұқсап әртүрлі жиындарға бөлуге болады. Мен сіздерге 3-ке бөлген жиынды көрсеттім. Оны жиындарды латынның бас әріптерімен белгілейміз. Мысалы, біріншісін А, екіншісін В, үшіншісін С деп белгіледік. Бұл жиындар бағанағы үлкен жиынның ішкі жиындары болып тұр. Бірақ бөлінген жерінен бастап олардың элементтері әртүрлі болады. Енді әрбіреуінің элементіне тоқталсақ, А жиынының элементі бұрыш, нүкте, текше, конус, көпбұрыш, үшбұрыш және тік төртбұрыш болып бөлінсе, В-нікі цилиндр, шаршы, бұрыш, сынық, бесбұрыш. Ал С жиынынікі бұрыш, кесінді, сәуле, пирамида, дөңгелек, түзу, қисық сызық. Міне осылай жаңағы тапсырмасын орындадық. Сіздерге бұл түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Екінші есепте дәптерге түрлі түсті қарындаш пен нүкте белгілеп, кесінді, сәуле, түзу, бұрыш, сынық және қисықтар сыз дейді. Сонан кейін, сызып алғаннан кейін, сен қандай бұрыш сыздың, қандай сызықтар сыздың, тұйықталған ба, әлде тұйықталмаған ба деген сұрақтар қойып тұр. Енді негізі бұл нүктелерді сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоя аласыздар. Мысалы, екі нүктемеменен белгіледік. Ол бізде болады кесінді. Және 3 нүктеден бұрыш салдық. 1 нүкте арқылы сәуле салдық. 4 нүкте арқылы не салдық? Қисық, сынық сызық салдық. Жай нүктенің өзі де ол геометриялық фигура болып есептеледі. Қисық сызық салуға болады және түзу сызық салуға болады. Үшінші тапсырма практикалық жұмыс. Бұнда енді сендерге, балалар, мынандай дөңгелек, көпбұрыштар, төртбұрыш пен тікбұрыш, тікбұрыш пен шаршылар берілуі мүмкін. Енді сендер соларға қарап, біріне бірін қарап, оларға салыстыруларын керек. Мысалы, дөңгелек пен кез келген көпбұрышты салыстыратын болсақ, дөңгелек дегеніміз не екен? Дөңгелектің ол ешқандай фигурасы, бұрышы жоқ, іші қуыс емес, бітеу болады екен. Ал көпбұрыштың міндетті түрде бұрыштары бар, қабырғалары, төбелері бар екен. Енді көпбұрыш ол сендердің салғандарыңа байланысты қабырға саны әртүрлі болуы мүмкін екен. Сол қабырға бұрыштарының санына байланысты олар 4 бұрыш, 3 бұрыш, 5 бұрыш, 6 бұрыш деп атала береді. Келесі мынандай мысалды шығар дейді. 72 алу 32, алынған 34 алу 22. Бұл үшін ең алдыменен бірінші жақшалардың ішін орындап аламыз. 72-ден 32-ні алатын болсақ 40 болады. 34-тен 22-ні алатын болсақ 12 болады. Енді біз бірінші жақша 40-тан 12-ні алып 28 деп жазамыз. Екіншісінде сондай қып шығарамыз, тек біріншісінде қосамыз.
Келесі бізде 5-ші есеп беріліп тұрған, онда 36 ұл беріліп тұр да, одан 4-еуі артық қыз бала беріліп тұр. Мұз айдынында барлығы неше бала сырғанап жүр дейді. Бұны шығарушы мынандай шартты белгілер енгізіп аламызда, ең алдымен қыз балаларды табамыз. Ол үшін 36-ға 4-ті қосып, 40 қыз баланы шығарып алдық. Енді 36-ға 40-ті қосып, 76 баланы шығардық. Барлығы 76 бала сырғанап жүр екен. 6-ші тапсырма. Дәптерге торкөз сызықтарының қиылысқан жеріне жасыл және көк нүктелер белгіле. Жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіз. Неше түзу жүргізуге болады? Басы көк нүкте болатындай сәулесіз. Неше сәуле сызуға болады дейді. Енді қолдарыңа түрлі түсті қарындаш алып, жасыл және көк нүктені ең бірінші жүргізіп алыңдар. Енді қарасақ, міне, берілген көк нүктеден көптеген сәулелер жүргізілуге болады екен. Ары бері жан-жағына тарайтындай етіп сала аламыз. Сонда берілген бір нүкте арқылы біз шексіз көп сәуле жүргізе алады екенбіз. Енді жасыл нүктені қарайық. Жасыл нүкте арқылы бізге түзу жүргізеді. Ол түзу дегеніміз бізде шектеусіз сызық қой. Одан да міне қараңыздар, шектеусіз көп түзу жүргізуге болады. Келесі тапсырма бізде кел ойнайық деп аталады. Онда фигуралар беріліп тұр. Солардың қабырғаларына байланысты фигураларды орналастыр дейді. Және фигуралардың ішінде әріптер беріліп тұр екен. Осы фигураларды дұрыс орналастыратын болсақ, бізге бұл сөздерден бір мағынасы бар сөз құралатын болады екен. Енді қарайық. Біріншісі, бұнда ең азы 3 бұрыш. Онан кейінгісі 4 бұрыш, сосын кейінгісі 5 бұрыш, онан кейін 6 бұрыш, келесі 7 бұрышты фигуралар беріліп тұр екен. Міне, сол ретпенен орналастырдық. Қарасақ, оларының әріптерін жазып қарайтын болсақ, бізде балалар спорт деген сөз шықты. Балалар, есептердің барлығы түсінікті деп ойлаймын. Каналға подписать етуді ұмытпаңыздар.